Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеода біз мынандай төсбелгіні жасап үйренетін боламыз. Бұл төсбелгіде сіздерде құда-құдағи немесе менікі сияқты мектептің болмаса балабақша тәрбиеленушілерінің эмблемасы болуы мүмкін. Бұл біреуін жасау үшін бізге 10-15 минут уақыт кетеді, және де бір төсбелгінің шығыны бізде 150-200 теңгені құрайды. Өздеріңіздің еңбектеріңізді қосып 700-800 теңгеге бағалап сатсаңыздар болады. Ал енді жасауды бастаймыз. Төсбелгімізді жасау үшін бізге лента керек болады, жалпақтығы 2 сантиметрлік лента. Сонымен қатар фетр, диаметрі 5 сантиметр болып қиылған түйрегіш, осындай арнайы төсбелгілерге орнататын түйрегіш. Бұның біреуі 20-25 теңге тұрады. Эмблема значогымыздың өзі керек болады. Сонымен қатар мен А4 қағаздан былай 2 кружок қиып алдым. Біріне арнап екеуін былай біріктіріп, қазір ыстық клеймен жабыстырамын. Жұмыс барысында не үшін қолданатынымды айта кетемін. Сонымен қатар қайшы, қарандаш, ине мен жіп, түстес ине мен жіп керек болады, және ыстық клей. Алдымен жұмысымызды основасынан бастаймыз. Фетрге түйрегішімізді орнатып аламыз. Ол үшін түйрегішімізді фетрдің үстіне қойып тұрамыз. Центрдан сәл жоғарылау қоясыздар. Тура центрға қоймаңыздар, қыздар. Тура центрға қойсаңыздар, жоғар жағы таққан кезде жоғар жағы төмен тартып тұратын болады. Яғни төсбелгі сәл алдыға қарай құлап тұратын болады. Сондықтан да центрнан жоғарырақ қойыңыздар. Осылай екі бұрышын шеттерін белгілеп аламыз. Белгілеп алдық. Осы жерімізді қиямыз. Осылайынан қиып алдық. Енді түйрегішімізді осы мына екі тескен жерімізден бет түйрегішті ашып тұрамыз да, мына жерге бұлай саламыз. Осылайынан шығарып алғаннан кейін, енді мына төсбелгіміз орнында жылжып тұрмас үшін арт жағынан клеймен ұстап қоямыз, клейлеп. Кішкене ғана жалғастырды. Осылай клейлеп қоямыз. Сол кезде түйрегіштеріңіз орнында қатты ұстап тұратын болады. Қолдарыңызды клейге күйдіріп алмаңыздар, ыстық клейге. Осылайынан. Енді жан жағындағы лентасын дайындап аламыз. Лентасын жіптеріңізді аласыздар, сабақталған жіпті қараңыздар, оң жағын, сыртқа қарап тұрасыздар. Бұлайынан тігесіздер. Өздеріңізге айналдырып жабыстырғандарыңызға ыңғайлы болу үшін оң жақтан бастап. Мына жеріндегі жалпақтығы мен алып жатқан. Әрненің примерно бір 7 мм болатын шығар енді. Көресіздер өздеріңізге мына жақтың мынандай ашылып тұрғандағы жалпақтығы қандай ыңғайлы, сондай қылып жасайсыздар. Мүмкін бұдан да жіңішке қыларсыздар. Бұдан жалпақ қылуға кеңес бермеймін. Себебі бұдан жалпақ болса, айналған кезде кішкене жиырылып, онша емес болып қалады. Сондықтан да самый максимальный жалпақтық осындай болу керек. Мына бізде 1 сантиметр, 1 сантиметрден сәл үлкендеу шығар. Осылайынан домалақ фетрді айналдырып тұратындай қылып, толық айналып тұратындай қылып, өзіңізге керекті ұзындықта тігіп аласыздар осылай.
Мен тігіп алдым. Енді бұны төс белгіміздің жан-жағына айналдырып жабыстырамыз. Алдымен бұны жабыстырмас үшін бізге астынан тұратын екі лентасын жабыстырып алу керек. Ленталарыңыздың ұзындығын 10-11 см қылып алсаңыздар болады. Сәл бүйтіп бір-біріне айқастырып ұстайсыздар. Егер ұзынырақ алған болсаңыздар, мына жақайын шығарсаңыздар болады, ештеңе кетпейді. Менде кішкене лентамыз қысқалау, сондықтан да сәл төмен алып жатырмын қойған жерімді. Осылай алдымен лентасын жабыстырып аламыз. Лентасының төмен жағында былай ыстық клеймен жабыстырып қойыңыздар. Асты ашылып кетпес үшін. Жіңішке қылып ыстық клейімізді жағып аламыз. Ішке қарай осылай 5 мм кіргізіп жабыстырамыз. Арт жағынан деп тұрады сол кезде. Егер қатты жиегіне жабыстырып тастасаңыздар, ол кезде ленталарыңыз жұлынып ашылып қалуы мүмкін. Немесе қазір ортасындағы несін жабыстырған кезде, значоктың өзін жабыстырған кезде, суреті бар шаблонын жабыстырған кезде тігістеріңіз көрініп қалады. Сондықтан да ішке қарай осылай 5 мм кіргізіп жабыстырыңыздар. Енді мына артық жерін қиып алып тастаймыз. Жабыстырып алдық. Қараңыздар, мына бағана айттым ғой, қағаздан екеу қырқып алғанмын деп. Бұл бізде основамыз кішкене мына неміз қаттырақ болып тұру үшін. Себебі фетрдің үстінен бір қағазды ғана жабыстыра салатын болсақ, ол жұмсақтау болып қалады. Сондықтан да мен осылайынан домалақтау кішірек екі домалақ қиып алдым да бір-біріне жабыстырдым. Сіздер бұдан да қаттырақ қағазды алып, былай екі қабаттамай-ақ ортасына жабыстырсаңыздар болады. Ортасына жабыстырып қоямыз, қатты болып тұру үшін. Картон алсаңыздар да болады. Енді біз клейді, қараңыздар, мына жердегі лентаға, қызыл жан-жағынан айналдырып жабыстырған лентамызға тигізбей жағып шығамыз. Егер оған тигізетін болсаңыздар, онда қазір бетінен значогымызды қойған кезде сырт жағына шығып, клейі әппақ болып жамау болып көрініп қалады. Сондықтан да лентаға жеткізбей бүйтіп көріністер ғой, қалай жаққанымызды. Осылай жағып аласыздар. Енді суреті бар значогымыздың өзін қоямыз. Ұстаған кезде бүйтіп артынан ұстағанда тұп-тура, міне қараңыздар, мынау қазір қисайып тұр, тұп-тура ортасынан тұратындай қылып бүйтіп жабыстырамыз. Болды, біздің төс белгіміз дайын.
Көріп тұрғандарыңыздай төс белгіні жасау өте оңай қыздар. Осы видеоны көріп өздеріңіз жасап үйренсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып мұқият қарап отырғандарыңыз үшін көп рахмет. Видеоға лайк басып пікір қалдырып өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар қыздар. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.